бірге болыңыздар. Ал кеттік. Біз 15-15 болатын жартылай тырнақ құрағын жасаймыз. Бізге керекті заттар: тігін машинасы, 3 түрлі ені 2,5 см болатын матовый белюр, 4x4 болатын сары 4 бұрышты матовый белюр, 19-19 болатын шыт мата, 1,5 см ақ лента, жіп, қайшы, қалам, ені 10 см болатын қызыл матовый белюр, шай көрпесенің жиегіне тігеміз. Және астар. Ең бірінші шыт матамызды екі бұрышын сызғыш арқылы бір-біріне қосып сызамыз. Екінші жағында сызып аламыз. Сол кезде бізде шыт матамыздың дәл ортасы көрінеді. Ол ортасы біздің бастайтын нүктеміз болып. Төртбұрыш матамызды тура орналастырып, шетін лапканың шетімен бірдей қылып, түгін төмен қаратып тігіп аламыз. Төртбұрыштан кейін қызыл лентамызды тігеміз. Екеуінің қырларының дұрыс тұруын қадағалаймыз. Сол кезде бізде түзу құрақ шығады. Дәл солай әр түрлі түсті ленталарды бірінен соң бірін жалғастырып тіге береміз. Айналдыра тіккеннен кейін бір рет қана тырна бұрышын тігеміз. Сары төрт бұрышты алып, екі бұрышын бір-біріне қосып сызамыз. Төрт бұрышты екі лентаның бұрыштарын қойып сызық арқылы тігеміз. Екінші қатар лента тіккен кезде астындағы лентаны міндетті түрде тартып отырып тігеміз. Сол сызылған төрт бұрышты матаның екі қырына сәйкестендіріп, түзулеп, ортасынан бір тігеміз. Сөйтіп қайтадан ені 2,5 см лентамызды жалғастыра тіге береміз. Солай 4 қатар лента тігіледі. Арасына төрт бұрышымызды тігуді ұмытпаймыз. Артық матасын кесіп тастауға болады. Шай көрпеше жасау үшін дәл осындай тәсілмен 4 дана тігіп шығамыз. Енді 4 құрақты бір-біріне қалай жалғайтынымызды алдын ала көріп аламыз. 4 құрақты бір-біріне жалғап тігіп шығамыз. Енді дәл ортасын ине арқылы белгілеп алып, ұзынынан бір тігіп шығамыз. Енді мына жасаған тырна құрағымыздың шетіне ою тіксек өте әдемі көрінетін болады. Мен оюды алдын ала жасап алдым. Менің каналыма өтіп, оюдың жасалу құпияларын көрсеңіздер болады. Менің каналыма өтіп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кетіңіз. Оюымыздың теріс жағын қаратып, сызғышпен екі бұрышын қосып, кесіп аламыз. Сол кезде бізде осындай әдемі 4-3 бұрышты ою шығады. 3 бұрышты оюымызды жартылай тырна құрағының жиегіне тігіп шығамыз. 4 бұрышына 4-еуін тігеміз. Шай көрпешеміздің беті жартылай дайын болып қалды. Ені 10 см болатын қызыл матовый белюрымызды жартылай дайын болған құрағымыздың жиегіне тігіп шығамыз. Міндетті түрде артық қалған матаны сызғышпен сызу арқылы кесіп алып тастаймыз.
1,5 сантиметр болатын ақ лентаны екіге бүктеп, жиегіне әдемі болу үшін тігеміз. Төрт жақтауында тігіп алғаннан кейін астар орнатамыз. Егер сіз алғаш тігіп жатсаңыз, онда астардың шет жиегін ине арқылы бекітіп қоюыңызға болады. Үш қырын толық тігіп, бір қырын мақта салатын саңлау қалдырып тігеміз. Артық астарды қырқып алып тастаймыз. Шай көрпешемізді оң қаратып, бұрыш-бұрысын жақсылап шығарамыз. Лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол маған шабыт сыйлайды. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.